сәлеметсіз бе, құрметті көрермен, сіздермен бірге Камшат айтылмайтын әңгіме каналыма қош келдіңіздер. Және де бұл жаңа авторлық әңгіме. Келін сол күні ешкіммен ұрыспады. Ешкімге ауыр сөз айтпады. Тек таң намазынан кейін орамалын түзеп, ескі шабаданын үнсіз жинады. Үйдің төрінде жатқан енесі оның кеткенін естімеді. Күйеуі Ерлан да әдеттегідей теріс қарап ұйықтап жатты. Ал ауладағы ит қана соңынан қарап баяу қыңсылады. Айгүл бұл шаңыраққа 19 жасында келін болып түскен. Түркістан облысы Қарабұлақ ауылынан Қызылорда жақтағы Ақжарма ауылына ұзатылған еді. Басында бәрі жақсы болатын. Келінім алтын екен деген сөзді де естіген. Бірақ жылдар өте, сол алтын келіннің қадірі көмескіленді. Ол 15 жыл бойы бәріне шыдады. Енесінің қатты сөзіне де, күйеуінің салқындығына да, қайындарының мінезіне де. Бірақ бір күні жүрегі үнсіз ғана шашады. Айгүлдің таңғы тірлігі күн шықпай басталатын. Пешке от жағады, сиыр сауады, балалардың киімін дайындайды, енесіне шай береді. Енесі Күләш апа, ауылда қатал мінезмен танылған әйел еді. Келін деген келін болу керек деп жиі айтатын. Ерлан болса аудан орталығында жүргізуші болып істейтін. Үйге шаршап келеді, тамағын ішеді, телефонына үңіледі де жатады. Айгүл бір ауыз жылы сөз күтетін. Бірақ ол сөз жылдар бойы айтылмады. 2 баласы бар еді. Үлкені Нұрсұлтан, кішісі Айзере. Айгүл солар үшін ғана шыдап жүрген. Балаларым әкесіз өспесін дейтін. Бірақ бала бәрін сезеді. Анасының түнде жастыққа бетін басып жылағанын да, таңертең ештеңе болмағандай күлімдегенін де көретін. Бір күні ауылға Ерланның әпкесі Салтанат келді. Ол қалада тұратын, киімі де, сөзі де өзгеше еді. Келген бойда үйдің шаңын, дастарқанның түрін, балалардың киімін сынай бастады. Айгүл, сен осы үйде не істейсің? Үйдің сәні жоқ қой, деді ол. Айгүл үндемеді. Үндемеген сайын бәрі оны әлсіз көретін. Бірақ оның үнсіздігі әлсіздік емес, тәрбие еді. Әкесі керім болған жерінде сабырлы бол деп өсірген. Сол кеште қонақтар кеткен соң, Айгүл ас үйде жалғыз ыдыс жуып тұрды. Ерлан кіріп келіп, әпкем дұрыс айтады, өзіме қарамай кеттің деді. Айгүл қолындағы кесені түсіріп ала жаздады. Сол сөз жүрегіне қатты батты. Өйткені ол өзін ұмытып, осы үй үшін өмір сүріп жүрген еді. Айгүл жас кезінде өте сұлу болатын, Қарағандыдағы колледжге түскісі келген, тігіншілікті жақсы көретін, өз қолымен көйлек тігетін, бірақ анасы ауырып оқуын жалғастыра алмады. Кейін Ерлан құда түсіп келді. Ерлан ол кезде мейірімді, сөзге берік жігіт сияқты көрінген. Сені ешқашан жылатпаймын деген еді. Айгүл сол сөзге сенді, бірақ өмір уәдеден бөлек екен. Үйдің тірлігі, бала, мал қонақ, ененің мінезі бәрі Айгүлдің мойнына түсті. Ерлан бірте-бірте өзгерді, ал Айгүл өзгермеді. Ол тек ішінен тына берді. Ауыл әйелдері Айгүл жақсы келін ғой дейтін, бірақ жақсы келіннің де жүрегі барын ешкім ойламады. Жақсы адам бәріне шыдай береді деп ойлау ең үлкен қателік еді. Қыс қатты болды. Ақжарма ауылында боран жиі соғып, жол жабылып қалатын. Сол қыста Күләш апаның аяғы ауырып, төсектен тұруы қиындады. Айгүл оны баладай бақты. Дәрісін берді, аяғын уқалады, тамағын аузына тосты. Бір күні Күләш апа көрші әйелге, келінім бар ғой, бірақ бәрібір қыздың орны бөлек деді. Айгүл бұл сөзді есіктің ар жағынан естіп қалды. Көзіне жас келді, бірақ білдірмеді. 15 жыл қызмет етіп жүріп, әлі де бөтен екенін түсінді. Сол түні Айгүл сандықтың түбінен ескі дәптерін алды. Ішінде жас кезіндегі армандар жазылған. Өз шеберханам болады деген жолды оқығанда жүрегі шым етті. Ол өз өмірін қай жерде жоғалтып алғанын енді түсіне бастады. Көктемде ауылға Наурыз мерекесі келді. Барлық әйелдер әдемі киініп алаңға шықты. Айгүл де көттен кимеген көк көйлегін киіп көрді. Айнаға қарағанда өзін қайта танығандай болды.
Бірақ сыртқа шыққанда Күләш апа қабағын түйді. Келін болып, жұртқа сән көрсетпей ақ қой, үйдің шаруасы бітті ме деді. Айгүл үнсіз көйлегін шешіп, қайтадан ескі халатын киді. Сол сәтте Айзере жанына келіп, «Мама, сіз әдемісіз, неге шешіп тастадыңыз?» деді. Айгүл қызын құшақтап тұрып, алғаш рет іштей қорықты. Қызы да ертең анасы сияқты өз армандарын тұншықтырып жүрмесін деді. Сол күннен бастап оның ішінде бір тыныш шешім пісіп келе жатты. Ерлан соңғы жылдары үйге сирек қарайтын болды. Жұмыстан кеш келеді, кейде аудан орталығында қонып қалатын. Айгүл сұраса, «Жұмыс қой, түсінсеңші», деп қысқа қайыратын. Бір күні Нұрсұлтан әкесінен мектептегі жиналысқа баруын өтінді. Ерлан уәде берді, бірақ бармады. Жиналыста мұғалім, «Нұрсұлтан соңғы кезде тұйық болып кетті» деді. Айгүл үйге келіп Ерланға айтты. Ол болса, «Ол бала қатты болу керек, еркелетпе» деді. Айгүл сол кезде өзінің ғана емес, балаларының да жалғыз қалғанын сезді. Үйде әке бар, бірақ мейірім жоқ. Шаңырақ бар, бірақ жылу жоқ. Ол бәрін сақтауға тырысты, бірақ жалғыз адамның күші бір отбасын мәңгі ұстап тұра алмайды екен. Ауылда сөз тез тарайды. Бір күні дүкенде Айгүл екі әйелдің әңгімесін естіп қалды. «Ерлан қалада біреумен жиі көрінеді дейді», деді бірі. Айгүлдің жүрегі су ете қалды. Бірақ ол ешкімге білдірмеді. Үйге келген соң Ерланның телефонына қарағысы келді. Бірақ қолы бармады. Сенім сынған жерде дәлел іздеуде ауыр екен. Кешке Ерлан келді. Айгүл жай ғана. «Ерлан, біз қашаннан бері бір-бірімізге бөтен болып кеттік» деді. Ерлан ашуланды. «Тағы не жетпейді саған? Үйің бар, балаң бар, ішер асың бар» деді. Айгүл үндемеді. Өйткені оған үй емес, жүрек керек еді. Ас емес, құрмет керек еді. Бала емес, сол балалардың алдында ана ретінде қадір керек еді. Сол түні Айгүл ұйықтай алмады. Терезеден ай сәулесі түсіп тұрды. Ол балалардың бөлмесіне кірді. Нұрсұлтан бүрісіп ұйықтап жатыр. Айзере қуыршағын құшақтап алған. Айгүл екеуінің маңдайынан иіскеді. «Мен кетсем, бұлаварға қиын болады. Кетпесем, өзімді жоғалтамын» деп ойлады. Әйел адам кейде өз бақыты мен балаларының тыныштығының арасында қалады. Ең ауыры екеуін де сақтағысы келеді. Таңға жақын ол анасына қоңырау шалды. Анасы Сәуле апа Түркістандағы ескі үйінде жалғыз тұратын. «Қызым, даусың неге шаршаңқы?» деді анасы. Айгүл көпке дейін үнсіз тұрды. Сосын, «Апа, мен біраз уақыт сізге барсам бола ма?» деді. Сәуле апа бәрін түсінді. «Есігім саған әрқашан ашық, қызым». Бірақ Айгүл бірден кетпеді. Ол тағы бір мүмкіндік бергісі келді. Ерланмен ашық сөйлесуге тырысты. «Ерлан, мен шаршадым. Маған бір ауыз жылы сөз керек. Осы үйде мен адам сияқты сезінгім келеді» деді. Ерлан алғашында үндемеді. Кейін, «Сен тым көп ойлайсың. Барлық келін шыдайды» деді. Міне, осы сөз Айгүлдің соңғы үмітін өшірді. Барлық келін шыдайды деген сөзбен қанша әйелдің жүрегі сынғанын ешкім есептемеген шығар. Сол күні Айгүл ескі шабаданын алып, балалардың құжаттарын, киімдерін жинай бастады. Бірақ Нұрсұлтан келіп, «Мама, біз қайда барамыз?» деді. Айгүл баласының көзіне тура қарай алмады. «Әжеңнің үйіне. Біраз тынығып қайтамыз» деді. Кететін таң ерекше тыныш болды. Аспанда бозғылт жарық қана бар. Айгүл шай қойды, дастархан жайды. Бәрін әдеттегідей істеді. Ешкім күдіктенбеді. Күләш апа бөлмесінен, «Шай дайын ба?» деп дауыстады. «Дайын апа», деді Айгүл. Оның дауысы дірілдеген жоқ. Өйткені шешім қабылдаған әйелдің жасы ішіне қатып қалады екен. Балаларын оятып тыныш киіндірді. Ерлан ұйықтап жатты. Айгүл оған ұзақ қарады. Бір кезде жақсы көрген адам еді, бірақ махаббат тек бір адамның сабырымен өмір сүрмейді екен. Есіктен шығарда Айгүл дастархан үстіне хат қалдырды. Хатта бір ғана сөйлем жазылған еді. «Мен кеттім.
Өйткені осы үйде үнсіз жоғалып бара жаттым. Айгүл балалармен автобусқа мінді. Ақжарма ауылы артта қалып бара жатты. Айзере терезеден қарап, «Мама, әкем бізді іздей ме?» деді. Айгүл жауап бере алмады. Мышылтан үнсіз отырды. Ол бәрін түсінетін жаста еді. Түркістанға жеткенде Сәуле апа қызын құшақтап ұзақ жылады. Бірақ неге келдің деп сұрамады. Кейде ана жүрегі сұрақсыз-ақ бәрін біледі. Айгүл анасының үйінде алғаш рет тыныш ұйықтады. Таңертең ешкім айқайлап оятпады. Ешкім мін тақпады. Бірақ жүрегі бәрібір ауыр еді. Ол кеткеніне қуанбады, тек аман қалғандай сезінді. Сол күні кешке Ерланнан қоңырау келді. Айгүл телефонға қарады, бірақ көтермеді. Өйткені ол алғаш рет өзін таңдады. Үйде Айгүлдің жоқтығы бірден сезілді. Күләш апа шайды өзі құя алмады. Ерлан балалардың киімі қайда екенін білмеді. Үйдің іші суып кеткендей болды. Алғашында Ерлан ашуланды. Бір-екі күнде өзі қайтады деді. Бірақ Айгүл қайтпады. Бір апта өтті. 2 апта өтті. Үйдің шаңы көбейді, қораның тірлігі тоқырады. Дастарқанның берекесі кетті. Сонда ғана Ерлан әйелдің тек келін емес, осы үйдің жүрегі болғанын түсіне бастады. Күләш апа да бұрынғыдай қатты сөйлей алмады. Бір күні ол Айгүл қалдырған хатты қайта оқыды. Үнсіз жоғалып бара жаттым деген сөз көкірегіне қадалды. Ол алғаш рет өзінен сұрады. Мен осы қызым жүрегін қашан жараладым? Түркістанда Айгүл бос отырмады. Анасының ескі тігін машинасын жөндетіп алды. Көрші әйелдердің көйлектерін қысқартып, орамал тігіп, аздап ақша таба бастады. Оның қолынан шыққан дүниелер әдемі еді. Бір күні базардағы Гүлмира есімді әйел. Айгүл, сенің қолың алтын екен, неге тапсырыс алмайсың деді. Айгүл алғашында ұялды, бірақ кейін кішкентай парақшаға Айгүл тігін үйі деп жазып қойды. Балалары да тыныштала бастады. Нұрсұлтан сабағына көңіл бөлді. Айзере анасының жанында сурет салатын болды. Айгүл күн сайын күшейіп келе жатқанын сезді. Ол ешкімге кек сақтамады. Бірақ бұрынғыдай өзін ұмытқысы келмеді. Әйелдің тыныштығы кейде ең үлкен жеңіс екенін енді түсінді. Бір айдан кейін Ерлан Түркістанға келді. Үйдің қақпасы алдында ұзақ тұрды. Бұрын Айгүл оны көрсе жүгіріп шығатын. Бұл жолы асықпады. Үйге қайт деді Ерлан. Айгүл сабырмен қарады. Қай үйге? Мен адам ретінде бағаланбаған үйге ме? Ерлан төмен қарады. Бұрын ол мұндай сөзді Айгүлден естімеген. Мен қателестім деді ақырын. Айгүлдің жүрегі елжіреді. Бірақ ол бір кешіріммен 15 жылдық жара жазылмайтынын білді. Ерлан, мен саған жау емеспін. Бірақ мен енді бұрынғы Айгүл емеспін. Балалар әкесін көрсін. Бірақ менің қадірімді түсінбей, мені қайта апара алмайсың деді. Ерлан жауап таппады. Өйткені бұл жолы Айгүл жыламады. Тек нық сөйледі. Ауылға қайтқан Ерлан көп ойланды. Жол бойы Айгүлдің әр таңын, вәр үнсіздігін, әр шаршаған көзін есіне алды. Ол бұрын әйелінің еңбегін қалыпты нәрсе деп қабылдапты. Үйге келгенде Күләш апа, не болды? Керін қайтама? Деп сұрады. Ерлан басын шайқады. Апа, біз оны қатты шаршатыппыз, деді. Күләш апа алғаш рет үндемей қалды. Келесі күні ол көрші Қалипа апаға барды. Мен келінімді жоғалтып алдым ба? Деді көзіне жас алып. Қалипа апа ауыр күрсінді. Келін қыз емес деп ойлаймыз. Бірақ ол да біреудің мәпелеп өсірген баласы ғой. Қадірі кеткен жерде береке тұрмайды, деді. Бұл сөз Күләш апаның жүрегіне қатты тиді. Айгүлдің тігін ісі бірте-бірте жүре бастады. Инстаграмға көрші қыз көмектесіп парақша ашып берді. Қазақы көйлек, орамал, камзол тігемін деп жазды. Тапсырыс көбейді. Бір күні Айгүлге Шымкенттен үлкен тапсырыс түсті. Ол түні бойы ұйықтамай тікті. Бірақ шаршағаны бұрынғыдай ауыр емес еді. Өйткені бұл жолы ол өз арманы үшін шаршады. Балалары анасын мақтан тұтты. Нұрсұлтан, мама, сіз мықтысыз, деді. Осы бір ауыз сөз Айгүлдің жүрегін жылытты.
Ол өмірінде алғаш рет өзін тек келін, әйел, ана емес, жеке адам ретінде сезінді. Бірақ кей түндері өткен өмірі есіне түсіп, көзіне жас келетін. Жара жазылып келе жатса да, орны бірден жоғалмайды екен. Күзде Күләш апа ауырып қалды. Ерлан Айгүлге хабарласты. «Апа сені көргісі келеді», деді. Айгүл ұзақ ойланды. Барғысы келмеген жоқ. Бірақ бұрынғы үйдің табалдырығын аттау оңай емес еді. Ақыры балалармен бірге Ақжармаға барды. Күләш апа төсекте жатыр екен. Айгүлді көргенде көзіне жас алды. «Қызым, мен сені келін деп жүріп, қызымдай көре алмаппын. Кешір», деді. Айгүлдің жүрегі босап кетті. Ол инесінің қолын ұстады. «Апа, мен сізге жамандық тілемеймін. Бірақ менің де жаным бар еді», деді. Күләш апа басын изеді. «Енді түсіндім. Тек кеш түсіндім», деді. Сол сәтте үй ішін ауыр тыныштық басты. Ерлан Айгүлді қайта алып қалғысы келді. Бірақ бұл жолы ол бұйрықпен емес, өтінішпен сөйледі. «Айгүл, мен өзгергім келеді. Балалар үшін ғана емес, сен үшін де», деді. Айгүл терезеден далаға қарады. Аула бұрынғыдай, бірақ өзі бұрынғыдай емес. «Өзгеру сөзбен емес, іспен көрінеді, Ерлан. Мен бірден қайтып келе алмаймын. Сен алдымен әке бол, балаларыңның жанында бол. Апаңа қара, өз өміріңді түзет», деді. Ерлан келісті. Ол балалармен жиі сөйлесе бастады. Түркістанға барып, Нұрсұлтанның жарысына қатысты. Айзереге кітап әкелді. Айгүл бәрін бақылап жүрді. Жүрегі жұмсарғанмен асықпады. Өйткені әйел бір рет үнсіз кетсе, оны қайтару үшін тек сөз емес, шынайы құрмет керек. Бір жылдан кейін Айгүл Түркістанда шағын тігін бөлмесін ашты. Есігінің маңдайшасына Айгүл ана деп жазды. Бұл атауды Нұрсұлтан ұсынған еді. Ашылу күні Ерлан да келді. Күләш апа да таяғына сүйеніп жетті. Ол жұрттың алдында: «Бұл қыз менің келінім ғана емес, сабырдың иесі. Мен оның қадірін кеш түсіндім», деді. Айгүл жыламауға тырысты. Бірақ көзінен жас шықты. Бұл жолғы жас қорлықтың емес, жеңістің жасы еді. Ерлан Айгүлге жақындап: «Сен тыныш кеткен күні, мен үйдің жарығы бірге кеткенін түсіндім», деді. Айгүл үнсіз күлді. Ол қайтып баруға асықпады. Бірақ жүрегінде реніш азайған еді. Келін тыныш кетті. Бірақ сол үнсіз кетуі бір әулетке үлкен сабақ болды. Егер әңгіме ұнаса, лайк басып подписка жасаңыз. Ал сіз қалай ойлайсыз? Келіннің үнсіз кетуі дұрыс болды ма?